51 сағаттан кейін мен өлемін. Бәріңе сәлем бердік. Лайықты өмір заңына сәйкес вторник күні мен мына өмірмен қош айтысамын. Дайындық барысында менің есімді жинап, серьезный болуым керек кішкене. Ауысымды басатын дәрілерден бас тартудамын. Менің кім болғаным енді маңызды емес. Мен соңғы уақытта қатты қиналып кеттім, шаршадым. Мен бұл өмірден кетуге деген ниетімді дұрыс түсініңіздер. Сұрақтарың болса қоя беріңдер. Жаның жәннатта болсын бауырым. Мүмкін болса сенен болатын барлық нәрсені парақшаға жазып тұр. Шынымды айтсам, әлі қанша уақыт онлайнда отырамын білмеймін. Ауырсыну деген тозақ. Бірақ маған солай болатынын ескертті. Менің қолымнан келгенше жауап беруге тырысамын. Қиын болмаса рактың қайтыны айтшы. Онымен қанша уақыт бойы күрестің? Менде лимфома. Бүкіл денеме тарап кетті. Сенің жасың нешеде? Сенің келесі күндерің қалай өтеді? Мен 39-дамын. Келесі 24 сағат уақытында отбасыммен өтсемін. Мүмкіндігім келгенше көбірек жауап жазуға тырысамын. Менің біраз сұрағым бар. Бұл қалай болады? Сіз үйде боласыз ба? Жерлеу рәсімін ұйымдастырдыңыз ба? Маған дәрі береді. Оны өзім салуым керек. Мен қазірдің өзінде капельницамен жатырмын. Сондықтан қиын болмайды. Менде үй жоқ. Оны дәрі-дәрмек алу үшін саттым. Жерлеу рәсіміне дайынмын. Ал сіз өлімнен қорқасыз ба? Мен қатты қорқып отырмын. Бірақ үйдегілерге айтпадым. Тек ауырмайды деген үміттемін. Өміріңізде бір нәрсе жасамадым деп өкінесіз бе? Тек бір нәрсеге өкінемін. Мен мектепте сүйген қызым бар еді. Үйленем деп сақина сатып алдым. Бірақ үйлену туралы ұсыныс жасай алмадым. Себебі болмайтын жерден төбелес шығып армияға алып кетті. Сонымен өмір өтті. Өкініп қалдым. Соңғы сағатта не істейсің? Сізге сәттілік тілеймін досым. Сіз лайықты тыныштық табар деген ойдамын. Мен өмір сүремін. Қазір бүкіл әлемді аралап, жаңа адамдармен танысқым келеді. Бірақ мен үшін ең жақын нәрсе осында сіздермен сөйлесу. Тупой жауап үшін кешіріңіздер. Бұны негізі лайықты өлім дейміз. Заң бойынша қабылданған. Швейцарияда алғаш рет 1942 жылы соғыс уақытында. Сонымен бірге басқа да Европа елдері қазір уақытта қабылдауда 2000 жылдан бері. Нидерланд, Люксембург, Бельгия деп. Одан кейін қарата Мексика бар. Сонымен бірге соңғы уақытта 90-шы жылдарда Америкада да қабылданады. Бір-екі штаттарында Вашингтон, Аризона. Бұл Америкадағы жігіттің осы соңғы жазғандары, осы оқығаным. Яғни ол 51 сағаттан кейін өз-өзін өлтірді. Осы негізгі айтарым. Каналға тіркеліңіздер. Рахмет, давайте.